Барлықтарыңызға сәлем, каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында томат пастасын жасайтын боламыз, және де осылай әртүрлі етіп сақтап қою әдісін көрсетемін. Ендеше каналға қазір тіркеліп алыңыз, алдыда қызық видеолар өте көп. Ең алдымен қызанақты таңдайтын болсақ, осындай сопақ түрін таңдаған жақсырақ болады, себебі оның суы аздау, еті көбірек, сондықтан біздің томат қоп-қою болып шығады. Егер бұндай қызанақ болмаса, кез келген қызанақты қолдансаңыз болады. Барлығын турап, осылай ет тартқыштан жақсылап өткізіп аламыз. Кішкентай тесігі болса, насатканың тіпті жақсы болады. Сосын осындай кастрюльге барлығын жинап аламыз, отқа қоюға ыңғайлы етіп. Орташа отта қайната бастаймыз. Шамалы ғана бір көпірігі шығып бастаған кезде осылай ортасына ситаны ақырын қоямыз. Ситаның ішіне осындай жиналған суын ожаумен барлығын құйып аламыз. Менің ситам кішкентай болғаннан кейін ыңғайсыздау болып тұр. Егер сита үлкенірек болса, ожаумен алуға да өте ыңғайлы, және де тез суын барлығын жинап аласыз. Өте көп мөлшерде су жиналады, оны төкпеңіз, оған тұз салып, томат согын жасасаңыз болады. Немесе осы жиналған сұйықтықтан борщ жасасаңыз тіпті дәмді болып шығады. Міне біздің осындай қою массамыз қалды. Енді осыған 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант, жарты шай қасық қара бұрыш, және де 1 шай қасық тәтті паприка саламыз. Ал қызанақтың бізде көлемі бұл жерде 4-4,5 килограмм қызанақ. Описанияға барлығын тағы да жазып қалдырамын. Осылай араластыра отырып 40 минуттай қайнатамыз. Кастрюльдің крышкасы ашық тұрса жақсы болады, суының барлығы ұшып кетеді. Міне 40 минут осылай қайнады, одан кейін блендермен жақсылап езіп аламыз. Сол кезде бізде бір келкі осындай өте дәмді томат пастасы шығады. Дүкендегі пастадан артық болмаса кем болмайды. Және де әртүрлі етіп сақтасақ болады. Мен 3 түрінде сақтаймын, әртүрлі тамақтарға керек мөлшерде ыңғайлы болу үшін. Біріншісі ол осындай кекстің формаларында сақтаймын, екінші одан кішірек формада сақтаймын. Осылай беттерін тегістеп, морозильникте қатырамын. Және де үшінші түрі бұл бізде күнделікті тамаққа ыңғайлы қосуға, бұл бізде мұз сақтайтын, мұзды қатыратын, яғни пакеттерде сақтау өте ыңғайлы. Кондитерлік қапшыққа осылай құйып алып бір шетінен құйсаңыз өте ыңғайлы. Осындай мұз қатыратын пакеттерге сақтаймын, және де кекстің формаларында қатырсаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Немесе банкаларға стерилизация жасап, соның ішінде де жауып тастасаңыз болады. Менде осындай 1,5 мұз қатыратын пакетке шықты, және де осы көріп тұрғандарыңыздай формаларға да қатырдым. Оларды бір түн морозильникте ұстадым. Келесі күні қатқаннан кейін барлығын пакеттерге салсаңыз болады. Темір формадағы томаттарды өте оңай формасынан шешу жолын қазір көрсетемін. Ал мынандай силиконды формадағы томаттар өте оңай шешіледі, және оларды пакеттерге, осындай зип пакеттерге де салып тастасаңыз болады. Зип пакетке салғаннан кейін шетінен орын қалдырып трубочканы салып, ауасы зорып алсаңыз вакуумный пакет болады. Олай тіпті керемет сақталынады. Осындай қайнап тұрған суды тарелкаға құйып, соған кішкене сіздің формаңыздың түбін осылай батыратын болсаңыз, олар өте оңай формасынан алынады. Дәл солай пакеттерге оларды да жинап тастайсыз. Міне осылай үй жағдайында жасалынған, өте оңай жасалатын томат пастасын 3 түрлі формада мен сақтаймын. Керек кезінде өте ыңғайлы. Көп көлемде тамақ жасасаңыз, осындай үлкен формасын, немесе орташасын, немесе күнделікті аз адам болса, подливке кішкентай бір кубиктан қоссаңыз да өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, жасалу өте оңай әрі дәмді. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырайық.